Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздермен «Охотники на троллей» фильміне шоу жасаймыз. 2008 жыл 13 қазан күні фильм Камерте компаниясы белгісіз бірнеше адамнан 283 минуттық бір беймәлім видео алады. Эксперттер оны бір жыл бойы зерттеп, ондағының бәрі еш компьютерлік графикасыз шынайы кадрлар екендігін растайды. Дереу артынша сол кадрларды тамашалаймыз. 3 студент, 2 жігіт, 1 қыз көлікте Норвегияның тауларының арасында кетіп бара жатыр. Радионы қосып, ондағы қорықшы қала жаққа бір аюдың шығып кеткендігін анықтап, онда бірнеше аңшылардың келгендігін мәлімдейді. Келесі сценада кейіпкерлеріміз аңшылардың мұнда Land Rover'дегі бір күдікті еркекті көрдік. Ол аңшы емес деп ызаға беріліп, жатқандықтарын камераға түсіріп жатыр. Көлікке отырып, сол еркектің артынан ермекші болады. Сәтсіз. Томас атты жігіт, ол аңшының аты Ганс екендігін анықтайды. Жергілікті тұрғындар, ол ма, әне анау сасып кеткен тірелері тұрады деп көрсетеді. Ал мына прожектор не үшін? Білмеймін дейді. Қайда ол? Күніге түнде кетіп қалады деседі. Көлікте отырып оны аңдиды. Ақыры келгенде еркек оларға мән бермей қорыңдар деп есік жауып алады. Оның көлігіне қараса, сыртын бір нәрсе тырнап тастаған тәрізді. Түнде тағы да ізіне түсіп еді, назарларын жоғалтып алады. Келіп трейлерін түнде көру құрылғысымен түсіреді. Іште бір түрлі асылып тұрған жүндерді дробовик байқайды. Ертесі атылған аюдың орнына келеді. Аңшылар, аюды бұл жерде өлтірмеген, құлақтан деуіп жатыр. Қара міне, бұл аю бұлай жүрмейді. Онда мұны әдейі өлік күйіне алып келіп тастаған деп сенбейді. Шенеуліктен сұраса, соған сенесің бе? Далбаса, ол осында өлген дейді. Бұның барлығы шынымен де бір түрлі. Тағы да Ганстың көзіне түседі. Тоқтап, көлік дөңгелегін бір жерге тастап кеткендігін түсіреді. Ары жүреді. Басқа аралға өтетін кемеде жүргенде одан сұхбат алмақшы болады. Еркек тағы да келіспейді. Үйіне оралып, үйшікте күтіп, қайтадан шыққандығын көреді. Кеттік. Басқаларға кіруге тыйым салған бір жерге келеді. Оған қарамастан аумаққа кіреді. Сәл жүріп, жолдың жамандығынан машинаны тастап жаяу кетеді. Қап қараңғыда зорға іздеп машинаның тұрағын табады. Ары қарай ну орманға қадам басады. Тып-тыныш. Кенеттен ар жақтан жарқылдап жарық өшіп жана бастайды. Сәл тұрып, еркек келіп «Тролль!» деп айғайлап қаша кетеді. Кейіпкерлеріміз де көтеріліп артынан жүгіреді. Сол арада Томасты бір нәрсе жырып кеткендей болады. Итшелеп көлікке отырады. Томастың жырған жерлерін емдей бастайды. Кетіп баратып, жолай өздерінің тасталған шыққан көлігін байқайды. Айрықша дөңгелегін жеп тастағандай. Өйткені ол сұйықтыққа толы. Жігіт, жаңа тролль деп айғайладыңыз. Бұны істеген сол ма дегенде, еркек машинаны аю солай тістеп тастайды деп ойлайсың ба деп ой салады. Олардың әбден мыжығынан кейін еркек алмақ. Егер мені бұлжытпай тыңдасаңдар, мен өлтірейін деп жатқан нәрсені видеоға түсіруге рұқсат берейін дейді. Үйге барып демалып, не снимай это. Ертесі түнде Ганс келіп, мінбес бұрын аралаңда Құдайға сенетіндер бар ма дейді. Олар ешқайсымыз деседі. Сапарға жол тартып, әлгі тыйым салынған аумаққа қайтадан кіреді. Еркек, соған мәрте сұраймын, қорқсаңдар осы жерде қалыңдар дейді. Ок, онда андағы өзенге барып, жақсылап қолтық, аяқ араларында жуыңдар. Дене иісін кетіріп, міне мына майды жағыңдар. Бұл не? Тролльдің майы. Оны жақпасаңдар, біздің иісімізді біліп қашып кетеді дейді. Олар қатты жеркенсе де хамал жоқ, киімдеріне жағады. Оларға фонарь, өзі прожектор алып, ну орманға кіреді. Жолай, не үшін бұл фонарь, прожекторлер деген сұрақ кетеді. Ертегі оқмаппен күн сәулесі оларды тасқа айналдырады. Бір ағаштан тролльдің сейдігін сезеді. Ганс телефонмен мен Ровлефантты анықтадым. Ол территориядан шығып кеткен ау деп, қаны керек дейсің ба? Қиын болады, бірақ көрейін деп біреумен сөйлеседі. Тірі жанның үні жоқ орманда келе жатыр. Ганс оларға күте тұрыңдар деп өзі ары қарай кетіп қалады. Ерігіп отырып кейіпкерлер камерадағы түнде көру құрылғысын қосады. Сөйлесіп тұрып, жерге қойылған камерадан ар жақта бір найзағайдың бейнесі көрінгендей болады. Көп ұзамай мынандай дауыс шығады. Жер кішкене сілкінгендей болады. Ана талдардың арасында бір нәрсе жүрген сияқты. Ганс атып шығып, қашыңдар деп көдін жыртады. Кейіпкерлер сасқалақтап қатып тұрып қалады. Ағаштар арасынан 3 басты алпауыт тіршілік иесі шыға келеді. Зырылдап арттарынан жүгіре кетеді. Аласапыран қашу басталады. Кенеттен оператор тоқтап тұрса, құбыжықтың дауысы шығады. Бірақ қайдан? Түнде көру құрылғысын қосса, ана жерде жүр екен. Тағы қашып, ағаш арна тығылса, дәл қасынан өтіп кетеді. Арғы жақтан Томасты көріп шақырып алады. Гансты байқап,
қараңдар деп алпауытты көрсетеді. Бұл жолда байқап ұста болуға сәл қалды. Аш алаңа шығып, Ганс көлігіне жүгіре келіп, енді міне біткен жерлері осы деген жерде прожекторын қосып қалып еді. Үш басты тролль қиналып, өзімен өзі қатып тасқа айналады. Біткен соң әлгі қыз Йоханнаны іздейді. Үшеуі, шынымен де бар екен ғой деп, бастары бақыттан айналады. Ганс, біреуің христиансыңдар, дінге сенесіңдер. Сондықтан ол сендердің истеріңді тез тапты деп шығады. Ешқайсы Құдайға сенбейміз деп жауап қатады. Тағы сұрақ, неге тролль жайлы ешкім білмейді? Өйткені жоғарыдағы адамдар қаламайды. Ал сіз неге көрсеттіңіз? Өйткені менің жұмысым қиын. Бәлкім оны біліп, жұмыс жағдайымды жақсартып қалар. Ганс тролльді ұрып, тас-талқан шығарып, динамитпен жарып тастайды. Кейінде онда жауапты адамдар бір келіп, тапсырыспен өлі аюды алдыртып, бірнеше күн алдын қайтыс болған неміс туристерді өлтірген тролльдер екендігін білдірмеу үшін өлі жануардың жалған іздерімен өзін сонда орналастырып, журналистер жақтырмай барқылдап шөнмен келеді. Ганс оған сол арада бұл басқа тролль, Реглифант емес деп хабарлайды. Аюды алып келгендерден, неге оны мұнда алып келдіңдер десе, олар да білмейміз, ақша берді, алып келеміз, артық сұрақ қоймаймыз деседі. Ганс, әлгі еркек, Финнің басты міндеттері тролльдердің бар екендігін халыққа білдірмеу. Міне сондықтан сіздер көргендей біртүрлі әрекеттер жасайды дейді. Ары қарай әңгімені тамақ үстіне жалғастырып, тролльдердің қандай түрі бар дегенде, тау орман тролльдері, оған қоса Реглифант, Тассерланд, Райнтосер, тау патшасы деген түрлері бар дейді. Ал олардың бәрінде үш бас бола ма? Жоқ, ол уақыт өте пайда болады. Негізі ол үш бастың ортасындағысы ғана шынайы бас. Қалғандарын жай қорқыту немесе ұрғаш тролльдердің назарын аударту үшін керек дейді. Еркек, біз тролльдерді өлтірген соң отчет беруіміз қажетпіз дейді. Олардың жасына келсек, 1000 жылға дейін өмір сүреді. Ал интеллект, ақыл жағынан олар өте ақмақ деп түсіндіреді. Жалғастыра, кузовтағы үйіне алып келіп, ондағы тролльдердің суретін, оларға аңшылыққа шыққанда қолданатын өздерінің майларын көрсетіп, кеттік тағы біреудің ізіне түсейік дейді. Жолай Томас өзінің тролль жырып кеткен иығының кішкене шаншығандығын айтады. Ганс құбыжықтың ізіне түсе алмай, оған бетон мен көмірден жасалған қақпан қояды. Томас камераға қарап, Ганс Реглифанттың ізіне түстім деп ойлайды деп тағы сапарға шығады. Мосттың қасына журналистер жиналып тұрғанын көреміз. Фин онда табылған өлі жануарлардың қалдықтарын ол Ресейден келген орыс аюының істеген деп өтірікті жегіп жатқан көреміз. Томас әдейі бұл аюдікіне ұқсамайды ғой деп кекетіп кетеді. Гансқа ілесіп тырналған ағашты көреді. Бұл Реглифанттың ізі шешілді. Түнге дейін күтіп, оны өлтіріп, қанның бір бөлшегін алу керек дейді. Қан алатын шпицы қараңыздар. Түнде мосттың түбіне бір екі қой байлап, жасырынып күтеді. Жануарлардың дауысын естіді. Ол осында. Дереу бір қойдың маңыраған дауысын естиміз. Тартып кетті. Түнде көру құрылғысын қосып, бір қолсыз тролльдің ойды жеп жатқандығын байқаймыз. Ганс темір адам сияқты киініп алып, діндар адамдардан алған қанды алып, оның иісі у-шу арқылы құбыжықтың назарын өзіне аудармақшы болады. Тролль қолын шығарып, бір нәрсе алмақшы болады. Ганс қанды шашады. Нысанамыз оны сезіп, дереу барып жалап жатыр еді. Ганс білдірмей, оның қанын алмақ болғанда, тролль оны байқап, шырқ етіп қадап тастайды. Сосын аузына салып, жемегеді, оның темір денесін сезіп тастай салады. Байқұс еркек өлді-ау. Бірақ жоқ, қараса тірі. Батыл еркек қайта тұрып, ары кетіңдер деп қайтадан тіршілік иесіне аттанады. Мосттың астынан ультрафиолеттің жарығы көрініп, құбыжықтың тас талқаны шығады. Атылмас алдын көп сөйлемейтін еркек оның қанын алып, Хильда есімді доктор әйелге алып келіп береді. Одан да сұхбат алмақшы болады. Әйел, тролльдердің басты проблемасы олар күннен алатын D витаминін кальцийге айналдыра алмайды. Сондықтан күн шықса қатып қалады деп ғылыми тұрғыда түсіндіріп береді. Сондықтан жас тролльдер күн сәулесіне түссе атылады, ал одан кәрілері қатып қалады дейді. Әйелдің тролльдерге жан ашитыны байқалып тұр. Келесі іс-сапар. Ганстың көлігіне отырып, адамдардың әртүрлі жануарлардың түсініксіз нәрселерге қатысты газет үзінділерін көрсетіп, олар білмейді, бірақ бұның барлығының артында тролльдер тұр. Міне қара, алып тролль мостты байқамай сындырып кеткен дейді. Ойбай, сонша дәу бола ма? Йоднер. Оны мен ғана көргенмін. Оларда тау тролльдер дейді. Олар сыртқа шығып кеткен деген белгілерін байқадым. Бірнеше нүктелері бар. Соларға аттанып іздеуге кірісеміз дейді. Скандинавияның ғажап табиғатын тамашалап жолға аттанамыз. Томас, мұнда тролльдер жоқ. Өйткені Ганстың айтуынша, бұл жерден өтсе, доңғалақтың шайналған, шелінгенін байқар едік дейді. Жолай осының бәрін түсіп жүрген оператор жігіттің де бейнесін көреміз. Жолай тоқтап, қараңдар. Олар көліктің ескі доңғалақтарын шайнағанға жерік. Қара, ішіндегі доңғалақтар алам деп
деп кішкене зақым жасапты деп контейнерді көрсетеді. Жолай тағы да сұрақта жалғасады. Мұнда қанша тролль бар? Есепте олар бір баланы құрсағында 10-15 жыл көтереді. Әдетте бір ғана бала туады. Таулы жерге келіп, арнайы сурет арқылы тастар орындарында ма деп тексереді. Өйткені арасында тау мен орман тролльдері бір-біріне тастар лақтырып қақтығысқа түсіп отырады екен. Жолай қарлы аймаққа келіп, бұл Йотунхейм алып тролльдердің мекені деп естеріне салады. Бір фермаға келіп, жан-жаққа құлап, сынған ағаштарды көрсетіп, Ганс бұл жерден 3-4 тролль өткен дейді. Ал мұндағы фермерлер бізге адамдар келіп, бұл торнадо деп айтып кетті. Басқа не болушы еді деп Финнің тағы да тұрғындарының миын улап кеткендігін түсінеміз. Түнде Ганс қайта оралып, құбыжықтардың ізіне түсіп, шаршап тынған студенттермен бір тасталып кеткен шахтаға келеді. Ганс, мұнда тролльдер болған, қазір жоқ, кеттік дейді. Ішке кіреді. Ганс бір құрылғы алып, бір дауыс шығарады. Мұнда ешкім жоқ, кепіл беремін, кеттік. Сасып, қап қараңғы шахтаны аралап, Ганс мұнда бірнеше емес, үлкен әулет өмір сүретін ұя деген тоқтамға келеді. Бір жерде қақырық, сүйек, қан шашылып тастапты. Аяқ асты бір дауыс шығады. Тролльдер-ау. Түнде көру құрылғысы арқылы шахтаға бір емес, көптеген тролльдердің кіріп келе жатқандан көреміз. Кейіпкерлер аласапыран болып, тығылуға болатын бір жер іздей бастайды. Әйтеуір зорға кішкене қуыс тауып отырады. Тролльдер кіріп, олардың бірі дәл солардың алдына отырып алады. Оператор жігіт сол арада көті тірілдеп, қорқып, үркіп, оның иісін біліп қоймасын деп, өзіне тролльдердің майын жағып, өліп жатыр. Ганс болса, пала сияқты түк білмей ұйықтап жатыр. Құбыжықтар кезек-кезек иіс шығарып, ауа райын бұза бастайды. Оператор жігіт нерв болып, Ганс терең демал дегеніне, мен христиандықпын, бәріміз өлеміз деп истерикаға беріледі. Сол арада оның телеген тролльдер иіскеп қойып, оянып, оларды қуа бастайды. Ганс ультрафиолет сәулесімен бір-екеуін өлтіріп үлгереді. Жарық көрінеді, сәл қалды. Шығуға әзір қылғанда операторды ұстап алып, өздерімен бірге алып кетіп қалады. Сыртта камера қосса әлі істеп тұр екен. Томас неге ол Құдайға сенетіндігін ертерек айтпады деп өкініп жылап алады. Үй жағына оралса, Ганстың трейлерін ақтарып жүрген Финн байқап, еркек камераны өшір дегенде қыз ығыры шығып, неге олар жайлы айтқыларыңыз келмейді деп шенеулікпен қырылып қала жаздайды. Екі студентіміз біз аяғына дейін барамыз деп өздеріне жаңа мұсылман оператор қыз Маликаны жалдайды. Ганстан мұсылмандарға тиіседі ма дегеніне еркек білмеймін, әлі көре жатармыз дейді. Қызды олар тролльдерді сүрейдеп жүргенін білмейтін тәрізді. Жолай Ганс трейлерін тастап, машинасын тіккен темірлермен қаптап, жолын жалғастырады. Бір орманға келіп, тола сынып жатқан ағаштарды көріп, әлгі алып Йотунер деген тролль жергілікті кішкентай тролльдерді қуып, өз аумақтарынан шығып кетуге мәжбүрлеген тәрізді деген пайым жасайды. Малика, командир, мен соған сенесіңдер ма деп сұрай бастайды. Қар басқан аумаққа келіп, мына көріп тұрған электр жеткізу желісі болып көрінгенмен, шындығында тролльдерді өз аумақтарынан шығармауға арналған дуал деп түсіндіреді. Кеттік, осы жерлерге жауапты мекемеге барайық. Бірақ олар тролльдер жайлы білмейді. Айтушы болмаңдар деп ескертеді. Онда аттанып, бас маманнан желінің мына бөлігі қашан істен шықты деп сұрастырады. Негізі ол желі дуал ретінде домалақ шеңбер болып құралған. Томас неге олай құралған десе, бас маман білмедімше соны деп ойланып қалады. Іздеуді жалғастыра, жолай қорыққа арнайы тролльдер үшін азық ретінде алып келінген бизондар тобырын көрсетеді. Ары қарай сондағы үйлердің біріне келіп жылынады. Шешініп жатып, Ганстың денесінен тыртықтарды байқап қаламыз. Ал Томас терлеп кетіпті. Демалып отырып радиодан көптеген кішкене жер сілкінісі орын алды деп хабарлап жатқанын естиміз. Әлбетте бұл кімнің тірлігі екендігін түсініп тұрмыз. Томас сыртта тұрып, Ганстың тролльдері үшін қаншалықты маңызды екендігін айтып тұрып, әлгі алғаш орманда тролль жырып кеткен жарасы одан сайын ауырсынып, жігіт жатып қалады. Кенеттен сыртта құстар ұшып, біртүрлі дыбыстар шыға бастайды. Күн шығуға 1 сағат қалғанда амал жоқ болса да, Томас басқаларына ілесіп жолға аттанады. Сол арада қоңырау шалынып, Раглифан және де олар кездестірген барлық тролльдер құтырумен ауыратындығы мәлім болады. Демек, жараланған Томасқа да бұл ауру жұққан. Қазыналар сені ауруханаға алып бару керек дегеніне, Ганс қараңдар, уақыт жоқ деп алыста көрінген алыпты көрсетеді. Мәс саған деп тамсанып тұрғандарында сыртқа шықса, Ганс көлікке мініп назарын өзіне аудартпақшы болады. Көліктен қатты опера айтып жатқан еркектің дауысы шығады.
алпауыт тролль қадамдап артынан ере бастайды. Басқалар да жүгіре кетіп қараса, Ганс көлік төбесіне отырып алып, оған ультрафиолет түсіріп жатыр екен. Құбыжыққа бұл ұнамай жатқаны анық. Фонарь істен шығып, мандраж ұстап тұрған алыптан алыстап, көлігіне кейіпкерлерімізді мінгізіп алып, қыз бізді дереу ауруханаға алып барып тастаңыз дегеніне, Ганс құбыжыққа бірнеше рет сәуле түсірсек, ол өшеді деп сөзін бұзады. Гигант арттарынан жүгіре түседі. Жолай бір жолаушыны алып алып кеттік деп еді, Ганс көлік төбесіне мініп, енді шабуыл жасамақшы болған алыпқа сәулесімен ата бастайды. Мәң болып қалған сәтінде Ганс дереу көлікке отырып, жарым сияқты гиганттың дәл аяғының ортасынан өту әрекетін жасайды. Алыптың құйрығы машинаны соғып, аударып, камерада өшеді. Аударылған машинадан шықса, алып ішін ұстап, өзімен өзі зарлап, жағдайы мәз емес. Ганс байғұста тынбай бір заттар жинап, мен соңғы атыс жасауым керек. Өздеріңе керек видеоларымды түсіріп алған шығарсыңдар деп ұштасқандай жүріп кетеді. Алыптың қасында құмырсқа сияқты көрінген Ганс құрылғысын алып, өлер халінде тұрған тіршілік иесіне атыс жасап, оны тасқа айналдырып, көп ұзамай мүсін тас талқаны шығып шаршап кетеді. Оның зарлағаннан құлақтары ауырып кеткен кейіпкерлеріміз бәрі бітті-ау дегендей кішкене қуанышқа беріледі. Ганс болса келудің орнына өзімен өзі бір жаққа кетіп қалады. Кейіпкерлер кіне басылымдар деп бақыттан бастары айналып тұрған сол еді, ана жақтан Финнің адамдары көрініп, көліктен түсіп, кейіпкерлерді қуа бастайды. Қашып бара жатқан Томас арқасынан Финнің тоқта деген даусы. Жігіт жолға шығып, бір жүк көлігін тоқтатпақшы болады. Кадр қара түнек болады. Басылым осымен бітті деген сөз шығады. Ары қарай ұшақтан зерттей келе, онда ешкімнің ізі болмай шығады. Ал деректі фильмі жасаған студенттер із-түзсіз жоғалып кетіпті. Олардың одан кейінгі тағдыр жайлы білетіндер болса, фильм Камерте студиясы немесе жақын арадағы полицей учаскесімен байланысуларыңызды өтінеміз деген жазуды көреміз. Троллерге бақылау жасайтын ұйымның бар екендігінде ешкім дәлелдеп бере алмапты. Соңғы кадрда Норвегияның премьер-министрі 2010 жылы Финнің қатысуымен өткен пресс-конференциясында біздерде троллер бар деп байқаусызда айтып қалғанымен, журналистер ол сөзін шынайы қабылдамапты. Достар, кино ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар болса, менің Султбай Instagram парақшама жазыңыздар.